Сәлем көрермендерім, 3 қызанақтан таңғы ас дайындаймыз. Бұны енді сенбі, жексенбі күні асықпай дайындалатын таңғы ас. Ол үшін бізге мынандай 3 қызанақ керек. Тазалап аламыз. Ортасынан қалыңдығын 1 сантиметр қылып, ортасын кесіп аламыз. Енді алдыңғы, артқы бөлігін қызанақтың басқа тағамдарға пайдаланамыз. Тек мынау енді ортасын ғана кесіп аламыз. Үшеуінің де ортасын 1 сантиметр қылып қызанақты кесіп дайындап аламыз. Енді осы барлығын кесіп болдық. Осы қызанақтың ортасындағы жұмсақ бөлігін мынандай стаканмен домалатып кесіп алу керек. Енді мына жерде мен енді стаканмен кесіп домалатып кесіп жатырмын, бірақ енді қаттылау екен. Енді бұл қысқы уақыт піскен қызанақтар. Сондықтан енді бұны пышақпен кескен дұрыс екен. Енді мен қазір қалғанын мынандай пышақпен кесіп, ортасындағы жұмсақ бөлігінің барлығын алып тастаймын. Бәрін алып болғаннан кейін, міне алып болдық. Енді осы ортасындағы жұмсақ бөлігінің барлығын қайтадан біз майдалап, пышақпен төрт-бүріштілеп турап аламыз. Өте майдалау қылып, майдақ тураған дұрыс. Көрермендерім, енді бұны енді жұмысы көптеу. Сол сенбі, жексенбі күні асықпай азанғы уақытта тұрып дайындау жасап таңғы асқа дайындауға болады. Барлығын майдалап турап болған соң ыдысқа салып аламыз. Содан кейін мынандай көк жуа, бір 6-7 көк жуаның басы болады, жасыл сабағы. Соны майдалап турап аласыздар. Бұны да қайтадан ыдысқа салып аламыз барлығын. Барлығын салып болғаннан кейін үстіне кішкентай жарты шай қасық тұз қосамыз. Содан кейін 2 жұмыртқа қосып жібересіздер. Және 2 ас қасық ұн қосасыздар. Барлығын араластырып шығамыз. Ішіндегі ұны барлығы бірдей болып араласу керек. Енді осы дайын болам дегенге шейін біз енді тапаны қыздырып қоямыз. Үстіне кішкене сұйық май құямыз. Тапаның бетіне барлық жеріне жағып аласыздар. Содан кейін қыздырған тапаға осы домалақтап кесіп алған қызанағымызды қоямыз да үстінен дайын болған мына жұмыртқаларымызды қиып шығамыз домалақтың ішіне. Үстіне кішкене кенжут сеуіп жібересіздер. Дәмді болады. Және бетін жауып қоямыз. Дайын болам дегенше міне дайын болды. Азанғы асымыз. Бұны енді балаларымыз жақсы көреді. Күнделікті жұмыртқа қуырып бергеннен осындай қызанақтың ортасына құйып дайындап берген өте дәмді болады. Балаларым жақсы көреді. Құрметті көрермендерім, асықпай осындай таңғы асты дайындап жасап балаларыңызға берулеріңізге болады. Осы көрсетіп жатқан видео роликтерім сіздерге пайдалы болып жатса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытып кетпеңіздер, көрермендерім. Астарыңыз дәмді болсын. Көріскенше сау болыңыздар.